Не үшін ол адам жомарт, адам неге саран адам мысалы. Сол кезде былай да белгілі, ақиретте жомарт адам сауабы үлкен шексіз болады, сауап алған жомарт адам. Енді жомарт адам мына дүниеде қандай себептермен көбінесе жомарт болады, сол туралы жаңағы уағыз насихат. Кейбір адамдар сол жомарттықты әртүрлі түсінеді. Бір адам көп берсе біреуге жомарт адам. Енді шариғатта айтады, нағыз жомарттық ол адам ешкім оған мысалы сұрамай тұрып біреуге берсе. Сұраса ол жомарттық емес, ол бір ұялғаннан беруі мүмкін. Намыстанып, өйткені адамдар оны саран деп айтпасын деп содан береді. Ал сұрамастан біреу, ешкім оның қажетін айтпай берген адам, сол нағыз жомарт деп. Енді сол жомарт адамдар әртүрлі себептер болады, 9 себептер болады, бір кітапта солай келтіреді. Мысалы, бір себеп ол адам көріп қояды біреудің несін, мұқтаждықты көреді. Адам бір мұқтаждық бар екен, мен оған бір көмектесе алады екен, сол мұқтаждықты жабуға мүмкіндігім бар екен. Сол үшін жомарттық жасайды. Ол өзінің несі, діндарлығы, тақуалығы оған бермейді, өзін былай жоқ, мен былай өте алмайды, мен шаруа емес, маған керек емес деп діндарлығы соған жаңағы тақуалығы себеп болады жомарт болуға. Кейбірлер айтып кеткен осы жайында. Кейбір адамдар болады, олар мынандай құрал, жақсылықтың құралы болады. Құрал, тек қана жақсылық, адамдарға тек қана жақсылық, және керісінше кейбір адамдар бар, жамандықтың құралы болады, Алла сақтасын. Екінші себеп, мысалы, адамдар өзінің малында көреді, артық ақшасы бар екен. Өзінің қажетінен артық дүниесі бар екен. Сосын ойлайды, мүмкіндік қой менде бір сауап жинауға. Менде мүмкіндік бар ғой, біреуге сауап істеп, сауап өзіне жазуға, ертең ақиретте өзіне сондай ол жасауға дейді. Сондай себеппен білет, көреді, мынандай мүмкіндікті пайдалану керек екен. Сондай адамдарды енді әртүрлі айтып кеткен бұрынғылар. Қандай зор адамдар, ұлы адамдар. Олар сондай, олар сен көресің, ол адам қажетке керек болса саған орындайды сен қажетін. Ол адам енді ұлы адамдар деп сен. Және бір сөзінде айтады, бір сондай өлеңдерді айтып кеткен, ондай мал бос кетпейді, құрмайды ондай мал. Егерде артынан сол малды жұмсағаннан кейін адамға мақтау сөздер айтылса, адамдар қандай жақсы кісі екен, жомарт екен деп айтылса, бұндай жұмсалған мал бос кетпеді деген. Ешқандай пайдасыз кетпеді. Бірақ та бір несін арабшасын артынан айтып кетейін, уақытты көп оған кеттірмей. Бірақ та саран адамның керісінше малдар бос кетеді екен, пайдасыз кетеді егер саран адам. Сосын үшінші себеп, сондай жомарт адамдардың олар несін байқап қояды екен. Оларды ешкім айтпайды, оларға қажетін өзі көріп қояды екен, өзінің ақылымен көріп қояды екен. Ана жерде адамдар мұқтаж екен, ана жерде бір үлкен сауапты амал бар екен, соған бір не істеуге болады, бір үлес қосуға болады деп соны көріп қояды екен ақылдарымен. Олардың несі, өздерінің шарапаты, құрметі сол жол бермейді оларға, жаңағы тастап бейқам болуға, және ұяты да жібермейді, жай өтіп кетуге. Жоқ, мен бұл жерге, бұндай жерде міндетті түрде бір сауапты жинау керекпін, бір өзінің үлесін қосу керекпін, жомарттық істеу керекпін деп. Сол үшін сол сөздерді айтып кеткен осындай адамдар туралы. Олар ас-сахау хуснул фатинат ва луму сул тағафул. Сондай жомарттық ол осыны ақылмен көріп қою дейді. Адамдардың бір мұқтаждығы бар, бір қай жерде бір сауап жинауға болады екен істеуге. Ал мынандай қорлық, ол жаман, ол осындай бейқам болу. Жаман, бейқам көрмейтіндей, соқыр болады, көрмей тұрады адамдардың не болып жатқанын, ешнәрсе, тек қана өзінің шаруасымен ғана жүретін адам. Тағы да төртінші себеп, мысалы, сондай жомарт адам, олар мысалы не істейді? Біреуден жақсылық көрсе, әртүрлі жақсылық болады. Жақсылықта тек қана ақша дүние ғана емес, жақсылық бір жақсы сөз айтты сізге, бір жылы сөз айтты,
сізді бір нәрсені үйретті, бір нәрсе сізге там не істеді, ақыл берді, бір нәрсе. Ол жақсылық, қандай бір жақсылық көрсе дейді біреуден, оны бос жай қалдыра алмайды екен. Жай мен болды, ол енді айтты, болды, өзі біледі. Сол адамдарға алғыс жасау ретінде жомарттық жасайды екен. Мен хақым бар, сол адамдарға мен бір рахметін жасау керекпін деп, сол жақсылық көрген адамдарға. Енді сол үшін дінімізде айтады, мысалы адам біреуден бір жақсылық көрсе, ең болмаса дұға айту керек, батасын беру, тілек беру. Жазакаллаху хайран, алла разы болсын деп бір дұға айтып кету керек. Бұл ең аз нәрсе ол. Ал нағыз егер мүмкіндік болса, ол адамға, жақсылық істеген адамға өзіне де несі сондай бір нәрсе істеу керек, жақсылық. Сонда ол адам міндет болмай анау өзіңді азат етеді деп айтады, азат етеді. Өткені былай айтты, ал-ихсану риққун уәл мукафаату айтық. Жақсылық істеу, біреу жақсылық, ол адамды құл еткендей, өзіне құл жасап атқандай, оны жақсылық істесе. Бірақ оған өзіне бір сол қайтарып, сол жақсылығына тағы да оған өзіне бір нәрсе істеу, жақсылықты, ол адам өзінде не болады, азат етеді сол құлдықтан. Сол жомарт адамдар, олар солай біреуден жақсылығын көрсе, оны жай қалдырмайды, сол өзіне де қайтарады екен жақсылықты. Енді бесінші себеп, мына жерде енді ол бәрі дүниявиде болған себептер адам өмірінде. Ол адам басшы болғысы келеді, мысалы. Адамдарға бір бастық болып жатыр, Аллаһтан нәсіп етеді. Бірақ сол дұрыс басшы болу үшін ол адам жомарт болады екен. Жомарт болмаса басшы бола алмайды екен. Сол жомарттықпен адамдарға, сол бәрі қасына адамдар пайда тигізіп жүреді екен. Сол туралы да айтып кеткен, бил ихсани юртабатул инсан. Мына жақсылық істеумен адамды байланады адам. Сол адам, басты егер сол адамдар өзіне байлағысы келсе, оларға жомарттық жақсылық істеу арқылы өзіне байлайды екен. Сондай жомарт адамның несі де сондай. Мән базала малаху балаға амалаху. Сондай сөздерді айтып кеткен, кімде-кім малынды жұмсаса, берсе адамдарға, ол адам өзін көксеген нәрселерге жетеді екен. Өзінің бір мақсаттары бар бұл дүниеде. Сол мақсаттарға осы мал жұмсау арқылы жетеді екен. Сонда жомарт адам деген алысқа барады деген сөз ғой. Ол да деген себеп. Бір сөзінде сен мырза болғың келе ма, сонда қиналмай дейді. Қалайша мынандай дейді, саран адам өзінше қалай мырза болады саран адам. Саран адам және ондай жолы болмайды деген бәрі оны. Жақсы ол адам ешкім жақсы көрмейді деген жақтырып жек көреді оны адамды ондай. Сосын тағы да келесі себеп, мысалы 6-шы себеп, мысалы адамдар сол жомарттық арқылы дұшпандарды өзіне қаратып алады екен. Дұшпан адамды өзіне дос қылып алады екен. Соған таспен атқанды аспен айт, мысалы соған келеді. Сол дұшпан адамды өзіне не қылады, дос қылып алады екен. 7-ші себеп, жомарт адамның несі, тірлігі қандай болады, нағыз жомарт адамдар. Ол адам біреуге жақсылық бір істесе, бұрын баяғыда істе. Ол адам оны болды бір рет істедім, жетеді деп жүрмейді екен. Ол адам бұны қайтадан істеу керекпін. Анау бұрынғы жақсылығым, істеген жақсылығым, ол бос қалмасын деп, ол қайтадан жаңартып, соны адамдар оны ұмытылып кетпесін, бұл жақсылық сауабы одан да болсын, көбірек болсын, қайтадан оны не істейді. Сондай сөздер осы туралы да айтылады. Ана жерде бір сонда бұрынғылардың бір сөзіне айтады, біреуге айтқан, сен осы жақсылығын, маған істеген жақсылығын сені құрметтеуге неғі болды, себеп болды дейді. Мен сені өте құрметтеп алдым, сен маған істеген жақсылық істеген үшін. Енді қайтадан маған жақсылық істесең, мен одан да бері сені құрметтеймін. Жаңа мағына ол бір рет істесең, бір қайта істесе, одан да бері несі болады. Сауабы, жақсылығы өзіне көбірек болады. Сосын кейбір адамдар себептер жалпы жақсы көргеннен жомарт болады екен. Бір адамды жақсы көреді, біреуді жақсы көреді, соған жомарт болады, аямайды оған дүниесін. Сондай адамдар болады. Сосын тағы да бір себеп, ол табиғат адамның. Өзі табиғатында сондай, жаратылысы сондай. Ол саран бола алмайды. Сондай, бұл жомарт адам сондай.